Сәлден кейін менің көз алдымда сол әйел өзгеріп сала берді. Бет жүзі нұрланып, макияж артына жасырынған қобалжуы жайлап кетті. Тізімінің соңында, енді өзіңізді қалай сезініп тұрсыз деп сұрадым. Енді мені дауыстар қинамайды. Дауыстар? Иә, мен бұл дауыстарды өмір бойы естідім. Қатал, бір сөзбен айтқанда жағымсыз дауыстар. Олармен не болды? Олар үнсіз қалды. Енді миым тыныш. Иә, түсінемін, бұл өте ұнамды тыныштық. Мен бұрын соңды болмаған тыныштықты сезінудемін. Бұл тек бастамасы ғана, дедім мен. Асықпаңыз, саяхатымыздың соңына дейін сізді әлі көп нәрсе күтіп тұр. Мен тұрдым да таңғы асқа кеттім. Сол күні бізде экскурсия болды. Келесі күні кешкісін әйелім екеуміз каютада болдық. Ол, қымбаттым, сенен бір нәрсе өтінсем бола ма, деді. Я, әрине. Асханада балмұздақ құятын автомат бар. Бізге оны қосып, қалаған кезде балмұздақ алуға болады деп айтқан. Маған бір порция алып келе аласың ба? Қуана, дедім мен. Өзіме де алайын. Мен асханаға көтеріліп, автоматқа бардым. Сонда арт жағымнан қадам дауысын естідім.